Сәлем, бүгін біз бәрімізге балалық шағымыздан таныс Том мен Джерри мультфильмі туралы айтамыз. Бірақ бұл жолы оны күлкілі жағынан емес, көпшілік байқамайтын қорқынышты жағынан қарастырамыз. Егер сіз бұл видеоны соңына дейін көрсеңіз, бұл мультфильмге деген көзқарасыңыз мүлдем өзгеруі мүмкін. Том мен Джерри әлемдегі ең қатыгез мультфильмдердің бірі саналады. Әр сериясында Том үнемі соққы жейді, үстіне ауыр заттар құлайды, күйіп қалады, жарылысқа ұшырайды, бірақ ол ешқашан толық жазылмайды. Келесі серияда қайтадан сол азап басталады. Бұл тоқтамайтын финалс циклі. Көпшілік біле бермейтін бір эпизод бар. Онда Том өмірден түңіліп, темір жолдың үстінде отырып пойызды күтіп отырады. Кейін оның жанына Джерри келіп отырады. Музыка мұңды, айнала тыныш. Бұл көрініс балаларға арналған мультфильм үшін өте ауыр мағына береді. Осы серия кейін көптеген елдерде көрсетілмей қалған. Том үнемі жеңілетін кейіпкер. Ол қанша тырысса да ешқашан мақсатына жете алмайды. Бұл кей көрермендерге қорлану мен қиналуды қалыпты нәрсе ретінде қабылдатуы мүмкін. Психологтардың айтуынша, мұндай бейне адамның психологиясына теріс әсер етуі ықтимал. Ал Джерри көпшілік ойлағандай мейірімді емес. Ол көбінесе өзін қорғау үшін емес, Томды әдейі ашуландырып, азаптау үшін әрекет етеді. Джерри қақпан құрып, Томның қиналғанын көріп, ләззат алатындай әсер қалдырады. Бұл мультфильмдегі ең жасырын әрі қорқынышты жайттардың бірі. Кейбір эпизодтарды мұқият қарасаңыз, қараңғы түстер, үрейлі музыка және белгісіз көлеңкелерді байқауға болады. Кей кадрларда көзге ұқсайтын бейнелер немесе қорқынышты силуеттер жасырылған. Мұның бәрі мультфильмге астарлы ауыр атмосфера береді. Зерттеулерге сүйенсек, Том мен Джерриді жиі көретін балаларда агрессия мен ашуланшақтық байқалуы мүмкін. Себебі мультфильмде зорлық ешқашан жазаланбайды, бәрі күлкі ретінде көрсетіледі. Бұл баланың соққы мен қорлауды қалыпты жағдай деп қабылдауына әсер етуі ықтимал. Кейбір сериялар тым қатал болғандықтан бірнеше елде эфирден алынып тасталған, қару қолданылған, өз-өзіне қол жұмсауға ұқсас көріністері бар эпизодтар арнайы тізімге енгізілген. Бұл мультфильмнің артында қараңғы тарих жатқанын дәлелдейді. Ең қорқыныштысы, бұл мультфильмде бәрі шексіз қайталанады. Том ешқашан толық жеңілмейді де, толық жеңбейді де. Ол үнемі қайта тіріліп, қайтадан азап шегеді. Кей философтар мұны мәңгілік тозақтың мультфильмдегі бейнесі деп сипаттайды. Сырт көзге жай ғана күлкілі мультфильм болып көрінетін Том мен Джерридің артында осындай қорқынышты мағына жатыр. Бұл біздің балалық шағымыздағы ең қараңғы шындықтардың бірі. Егер бұл мәтін сізге қызық болса, видеоны қолдап, каналыма жазылуды ұмытпаңыз. Тағы да осындай қорқынышты факттар мен жасырын құпиялар керек болса, пікірде жазыңыз. Келесі видеода кездескенше.